осы жерде Садолет каждый раз ортаға шыққан сайын менің қолым бос емес телефонға қарап деген ақпараттар шығады ғой. Біз оны қанжадамыз ғой деп осыдан үлгі аламыз деп жүрсек, енді Садолет мынауың дұрыс емес, енді келесіде бір андай бір саған жаза қолдану керек сияқты. Кездесуді дұрыс ұйымдастырмаған. Иә, дұрыс ұйымдастырмаған. Жаңа Садолет әңгімесінде айтып не істеймін ару болған жоқ па, потому что кәдімгідей сен шынымен де үндемей отырма, эфир барысы бойынша полностью и сол үміткер келген кезде прям ұйқынан тұрып жарқ етті дейсіз. Иә, жарқ ете қалды, кәдімгі фрик болды сенің тарапыңнан, открытый болды еще. Сол қолда бар алтынның қадірі болмайды деген сияқты, сен тоже негізі күшті бір қыз келіп отыр, сол қадірлемей отырсың ғой, сыйламай отырсың деген сияқты. Жоқ, сыйлап отырмын, бірақ енді Айдана ғой жаңа қыздың есімі. Жоқ, ешқандай флирт болған жоқ, просто балалармен жаңағыдай әзілдеп қалған. Әзіл, тікелей пікірімді тікелей Садолетке айта кетсем болады ма, Ханзадалықты ешқандайды қоспайықшы. Жаңа Садолет әңгімесінде айтып жатыр да, флирт болады деген сияқты, ұнап қалса кәдімгідей открыто айтам деген сияқты ше. Жаңа ұйқыдан оятқан әділдің үміткері сол жүрегіндегі бір не істеген ару болған жоқ па, потому что кәдімгідей сен шынымен де үндемей отырма, эфир барысы бойынша полностью, и сол үміткер келген кезде прям ұйқынан тұрып жарқ етті дейсіз. Иә, жарқ ете қалды, кәдімгі флирт болды сенің тарапыңнан, открытый болды еще. Сол қолда бар алтынның қадірі болмайды деген сияқты, сен тоже негізі күшті бір қыз келіп отыр, сол қадірлемей отырсың ғой, сыйламай отырсың деген сияқты. Жоқ, сыйлап отырмын, бірақ енді Айдана ғой жаңа қыздың есімі. Жоқ, ешқандай флирт болған жоқ, просто балалармен жаңағыдай әзілдеп қалған.